Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бас ауруының емін айтып өтсем деймін. Бас ауруының себебі көп. Мысалы, жақпайтын тамақ ішсе де бас шыдатпай ауырады. Мұндайда асқазанды тазартса жетіп жатыр. Көзілдіріктің сай келмеуінен де бас ауырады. Бұл жағдайда көз дәрігеріне көрініп көзілдірікті алмастыру қажет. Қан аздықтан да бас ауырады. Мұндайда дереу басты орамалмен қатты таңып, тегіс жерде шалқалап жатып демалыңыз, көңілді орнықтырыңыз. Соңынан кофе немесе шай ішіңіз. Ой еңбегімен айналысатын жандардың басы көп ауырады. Мұндайда легенге ыстық су құйып, 10-15 минут аяғыңызда толарсаққа дейін малып отырыңыз. Бас сақинасы, желкенің тартылуы жүйкенің әлсіздігінен болады. Мұндайда мазасыз ойдан арылып, жақсылап тынығып алу керек. Шай ішкен дұрыс, немесе жұмыртқаны шикілі кесеге жарып алып, үстінен қайнаған сүт құйып, әбден араластырады. Әр күні осындай қоспаны аз-аздан ішіп тұрса, жүйке ауруынан біртіндеп арыла алады. Әрқайсысын жарты келіден бірдей етіп қант пен балды шыны ыдысқа салып, әбден араластырыңыз. Бұл қоспаның күніге 2 ас қасығын пайдаланыңыз. Сонда бас ауырып, желкенің тартылуы қояды. Жұқалап кесілген шикі картопты бастың тартылып ауырған жеріне таңып қойыңыз. Ыстық судың да түрлі бас ауруларына қарсы пайдасы бар. Мысалы, бас ауырған кезде қос қолыңызды шынтақпен қоса ыстық суға малып отырсаңыз, жақсы әсері болады. Ыдыстағы су салқындап бара жатса, ыстық сумен араластырып, температурасын бір қалыпта ұстаңыз. Таңертеңгілік аш қарынға айран ішіп тұрғанның да түрлі бас ауруларының алдын алу үшін пайдасы зор. Видеом пайдалы болса, лайк басып каналға жазылып қойыңыздар.